сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Сәлем, сәлем. Балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы сан есімі. Мақсаты тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру, сөйлемнен сөз таптарын табу. Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың ережесі заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, мына жерде қанша алма болар? 3 алма. Қандай сұрақтар қоямыз енді осы алмаға? Қандай сұрақтар қоямыз? Неше алма? Болмаса қанша алма деген сұрақтар қоямыз. Олай болса, балалар, ойнап тап ойын ойнаймыз. Ол қай сан? Оңынан оқысаң, олсаң, терісінен оқысаң, олсаң. Кім айтады? 4. Кән? Кәні? Орнымыздан жауап береміз кім балалар? Кән 2 дейді балалар. Кәні? 4 дейді. Келесі кім айтады? 20 дейді. Келесі? 30 дейді. Кәні? Келесі кім айтады? 5 дейді. Балалар, қайтадан оқиықшы. Оңынан оқысаң да олсаң, терісінен оқысаң да олсаң. Кәні? Кім айтады нақты жауабын? Ал, айдын. 40 сан екен. Дұрыс па балалар? Керемет. Қошеметтеп қойыңызшы. Балалар, мен сендерге қазір сан есім жақсарылған сөз беремін. Осы сөздердің ішінен сандарды табуымыз керек. Бірінші сөз кекілік. Кекілік сөзіне кім жауап береді? Ал, және келі ғой. Бормен тақтағы жазамыз. Енді жазуды. Естеңіз, сол сан сөзді қошаймыз. Жарайсыз. Дұрыс па балалар? Кән жетілік сөзіне кән сан есім табайықшы кімде? Ал, айдын. Жетілік сөзін жазамыз. Жеті санын қошаймыз. Жеті санын қошаймыз.
Түбір сөзі. Түбір сөзінде бір сан. Bir сан бар екен, қошаймыз. Дұрыс па балалар? Келесі күшік сөзіне сан табамыз. Келе ғой. Күшік сөзіндегі сандарды табамыз. Қандай сан? Күшік сөзінде үшті бір сан. Жарайсыз. Енді сол сөзін іздейміз. Қошай. Дұрыс па балалар? Келесі желтоқсан сөзі келе ғой. Желтоқсан сөзіндегі санды табамыз қазір. Желтоқсан сөзінде 90 деген сан. Жарайсың, керемет. Қандай сөз қошады? 90 сөз. Дұрыс па балалар? Керемет. Келесі соңғы сөзіміз Алтыбақан. Келе ғой. Алтыбақан сөзіндегі санды табамыз. Алтыбақан сөзінде қандай неге қалып кетті әріптер? Жақсы қара. А және Н әріпі қалды. Енді қандай сан бар екен? Алтыбақан деген сөзде 6 деген сан бар. Естеміз сол сөзді қошаймыз. Дұрыс па балалар? Қошайын қойайық. Балалар, жарайсыңдар, тапсырманың бәрін керемет орындадыңдар. Енді өз-өзіңізді ыстық құшақ бағалаумен бағалап қойайық. Балалар, енді денсаулығымыз мықты болу үшін осы сергіту сәтін жасаймыз. Кәні орнымыздан тұрамыз. Жарайсыңдар балалар. Отырыңдар. Балалар, енді сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Сабағымыз бүгінгі түсінікті болса, алақанды көтереміз, түсініксіз болса, жұдырықты көтереміз. Кәні көтерейікші балалар. Жарайсыңдар, керемет. Бүгін біздің сабағымыздың мақсатына жетті. Барлықтарына көп-көп рахмет. Сау болыңдар.